екі фракция бар деп, иә? Бірінші фракция, яғни үкімет фракциясы болады, екінші фракция бізде оппозиция фракциясы болады. Фракция дегеніміз не? Фракция дегеніміз, яғни топ. Қазақ тілінде айтқанда қатысушы топ деп айтсақ болады. Енді дебаттың құндылықтары бар. Ең бірінші құндылық әрине сәлем сөздің атасы деп айтамыз, иә біз? Бірінші сәлемдесу, екінші резолюция, үшінші позиция, төртінші дефиниция, бесінші философия, алтыншы аргумент, жетінші қорытынды. Енді осы жерде сендерге түсініксіз сөздер көп па? Яғни біз резолюцияның не екенін, позицияның не екенін, дефиницияның не екенін білмейміз, иә? Жақсы. Онда ары қарай жалғастырып, мен сендерге түсіндіріп өтейін. Ең бірінші дебатта фракция деген нәрсе. Фракция, мен бағана айтып кеткендей, ол топтың аты. Қазір мен сендерге өзімді мысалға алып түсіндіріп өтетін боламын. Келесі спикер деген нәрсе бар. Спикер, яғни сол фракцияның қатысушысы болады. Қазақ тілінде айтқанда топтың қатысушысы. Түсінікті ғой? Мысалы былай болады. Мен өзімді сендерге таныстырып өтсем дебат тілінде. Мен Құрманғали Шынар, шахмат фракциясының бірінші спикерімін. Дебат басталғанда дәл өзімді осылай таныстырамын.